Балалар, 13-ші беттегі 6-ші тапсырмаға назар аударайық. 6-ші тапсырманың А және Ә есебі бар екен. Алғашқы А есебі. Есептерді теңдеу құрып шығар. Көрме павильондарының бірінде дүйсенбі күні 958 адам болды. Олардың 429-ы ересек адам. Ал қалғаны бастауыш сынып оқушылары екен. Дүйсенбі күні павильонда қанша бастауыш сынып оқушысы болды дейді. Есептің шартын жазып алайық. Бізде ересек адамдардың саны белгілі. Ересек 429 адам. Ал оқушылардың саны неше екені белгісіз. Оқушылардың неше адам екендігі белгісіз. Бірақ көрмені көруге келген барлық адамдардың саны балалар 958 адамға тең екен. Бізге табу қажет оқушылардың неше екендігін. Есептің шешуін жазайық. Шешуі. Бізде есепті теңдеу құру арқылы шығар деді. Ал енді теңдеу құрайық. Ересектердің саны 429 болса, оқушылардың саны белгісіз, бірақ барлық адамның саны 958 адам. Барлық адамдардың санын табу үшін біз балалар ересектердің санына оқушылардың санын қосамыз. Солай емес пе? Ал теңдеу құру үшін бізге әріп қажет. Оқушылардың санын x-қа теңдеп алайық. Мінекей бұл біздің x деген теңдеуде қолданылатын әріпіміз. 429-ға оқушылардың санын x деп алдық, x-ті қосамыз. Жауабы 958-ге тең. Ал теңдеуімізді шешейік. X-тің мәнін табу үшін 958-ден 429-ды ересектердің санын азайтамыз. X тең баған түрінде есептейік. 958 азайту 429. 8-ден 9-ды азайта алмаймыз, ондықтан бірін бірлікке береміз. 18-ден 9-ды азайтсақ 9 болады. 4-тен 2-ні азайтсақ 2, 9-дан 4-ті азайтсақ 5 болады. Жауабы 529-ға тең. Ал енді бірінші теңдеуге қою арқылы тексеріп көрелікші. 429 қосу 529 тең 958 бола ма, болмай ма? Қосайық. 429-ға қосамыз 529-ды. 9-ға 9-ды қоссақ 18. 18 санның 8 бірлігін жазып бірін ойда сақтаймыз. 2-ге 2-ні қоссақ 4, ойдағы 1-мен 5 болады. 4-ке 5-ті қоссақ 9. 958 тең болады 958-ге. Теңдеуімізді дұрыс шештік. Ал енді есептің жауабымыз білеміз. Дүйсенбі күні павильонда 529 бастауыш сынып оқушысы болды. Есептің жауабын жазайық. Жауабы 529 оқушы болды деп жазып қояйық. 529 оқушы болды. Мінекей балалар, бұл бізде оқушылардың саны болатын. Осымен 13-ші беттегі 6-ші тапсырманың алғашқы А есебі аяқталды.